Мынандай сөз бар ғой, жаным ау. Сен назло, әлі жарқырайсың, киноң да атады, бәрі атады. Өмірде бәрі күшті болады. Жаным, жылама. Жыламаш. Мені де жылатасың қазір. Азынаулақ, сынақ, ауырып тұр, білем. Бірақ Алла тағала бәрін реттейді. Жылама. Жасыратын ештеңе қалмады, сөзін шыны керек. Отбасымызда отқан жағдайды кішкене бір жігітіміздің абыройы үшін деп кішкене бір сабырлық сақтап келіп едік. Халықтың арасына шығып кетті. Мөлдірге жаман нәрсе жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қыз баласын қазақ атам айтады ғой, қыз балаға тимеңдер дейді. Қыз баланы қолдаңдар дейді. Ал сендер аласыңдар да жаңағы өткендегі маған жазғандарың өте береді мал деп. Бұл кісі ондай жазбаңдар. Болмайды. Қызды қолдасаңдар, бұл творчествоға келіп жатыр. Тәй-тәй басып шала береміз, айналып келіп шала береміз. Мінекей. Былай тұрау керек. Сосын бит-бит сыз істеу керек. Махаббат, қош келдің біздерге. Рахмет, рахмет. Өйсі турап тұрған андай бидаштағы турап тұрған нем қарап кетіп еді соцсетке. Иісті сразу мұрнымен сезіп жүгіріп келе жатыр ғой. Құтты болсын, ал. Сайып, жаным сол, құттықтаймын сенің лидерің. Рахмет. Маған да күшті. Айтты, істеді ғой. Решающий десек. Міне. Команда сіздердің арқаларыңызда Алла тағала осылай қолдап біздің оңай жетуімізге Рамазан айында бір жеңіл жұмыс жасауымызға үлкен қолдаған Алла тағалама сансыз шүкір. Мықты команданың арқасы, осындай мықты лидерлерінің арқасы, мықты лидеріміз бәрімізді жақсы көремін. Сіздердің осындай әдемі жылы лебіздеріңіз, тілектеріңіз арқасында. Молодец, браво! Ей, жаным сол. Міне, осы қыздар жасады ғой, жаным. Молодец, только добарда. Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, және қазақ халқы, және біздің оңтүстік облысы Көшеров Нұралхан ағамызға осы үндеуімді жариялағым келіп тұр. Мен қаншама шындықты айтқалы, сіз білерсіз, білмессіздер, көп қысымды көріп келе жатырмын. Сол қысымның ішінде біздің басшымыз, оңтүстік Шәмші Қалдаяқов атындағы филармониямыздың басшысы Ғалымжан мырзаның да қаншама қысым көрсетіліп, маған концертке қатыспайсың, сенің киімің жоқ деп, және де маған махаббаттар жайында әңгіме етіп, менің ұятта болса айтайын, менің алдыма келіп отыр, мен сені иіскеуім керек деген әңгімелердің бәрінен өтіп келе жатыр. Бірақ құрметті әкім мырза, осының бәрін сізді қолға алуыңызды өтінемін. Жалғыз мен емес, жалпы қазақтың қыздарының бәрі сондай басшылардың қол астында кетіп бара жатыр. Басшылардың қолжаулығы болып кетіп бара жатыр. Ертең қара көз қыздарымыздың қаншама осындай басшыларға алданып, қаншама осы интернет желісінде бір-біріне көмек сұрап жүргендері қаншама. Ал енді мен сізді осы видеомнан кейін, мен осы жазбамнан кейін, мен сізді өзі қолға алады ғой деген үмітпен жазып отырмын. Мен сонымен махаббат құрмағаным үшін, және де мен шындықты филармонияда не бар не жоқ барлығын айтқаным үшін көріп келатқан қысымым бүгін шегіне жетті. Ақыр соңында мені сахнада шеттетті. Болды, қатыспайсың, өткен мен бұл жерде басшымын, өзім білем, сенің киімің жоқ, болды, қатыспайсың деген. Кәдімгі барша жұмысшылардың көзінше айқайлап, мен ар-намысыма тиіп, бүгін сондай қорлық. Енді мен ол мекемеден шығып кеткім ақ келеді, бірақ мен 2003-тен бері сол мекемеде жұмыс жасап келе жатқаннан кейін, мен әлі де сол мекемеден пенсияға шыққым келеді. Осы жазбамнан кейін сізден өтініш, менің осы жазбамды бір ескере қараңызшы. Қазақ қыздары ретінде сізге айтып жатыр. Сіздер
Әлеуметтік желі қолданушылар, құрметті достар, кешегі әлеуметтік желіде тарап жатқан видео бойынша мен де өзімнің жауабымды бергім келеді. Мен отбасылы, анам бар азаматпын. Маған, менің отбасыма қатты күйе жағып жатыр. Бұл заң мені де қорғайды деген ойым бар. Заң аясында сотқа шағымдандым. Соттың шешімін күтейік. Одан кейін барлық әлеуметтік желіге салатын боламыз. Мені жұмыстан қудалап жатыр деген мәселелері бойынша ол түкке шындыққа жанаспайтын дүние. Себебі өздеріңіз әлеуметтік парақшасынан көріп жатырсыздар. Bir күні Жезқазғанда, bir күн Қызылордада тойда жүреді. Ол мүлдем жұмысқа келмейді. Біздің кемшілігіміз сол жұмыста болмады деп жұмыстан шығарып жіберуіміз еді. Бірақ енді біз жанашырлық танытқан жағдайымыз бар. Үшінші мәселе бойынша мені мамандығыма тиісіп сөйлейді. Ол менің мамандығым квал требованияға сәйкес келмейтін болса, мен бұл қызметте отырмас болған едім. Мамандығым сәйкес келгеннен кейін, өнерге жанашыр болғаннан кейін мен осы қызметте атқарып жатырмын. Шетелге баратын сапарымыз бойынша айтқым келетіні, ол ресми іс-шара, елшінің хаты бар, басқарманың рұқсаты бар, ешқандай ақшаны далаға шашып төгу емес, Астана күнін тойлау мақсатында бар жатқан дүние. Құрметті қазақ елі, кешелі бері маған жанашырлық танытып, маған қаншама қолдау білдіріп жатқандарыңызға рахмет. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Біз бүгін осы мекемеге келіп, арнайы әкімшіліктен, оңтүстік әкімшіліктен комиссия құрылып, біз Ғалымжан мырза екеуміз бір-бірімізді түсіністік, бір-бірімізге кешірім сұрастық. Осыншама қолдау білдіріп жатқандарыңызға Алла разы болсын. Кешелі бері резонанс тудырған мәселе үшін жалпы кешірім сұраймыз. Әрбір үйдің мәселесі үйдің ішінде қалған дұрыс еді негізі. Бірақ бүкіл елге тарап кеткеннен кейін облыстық мәдениет басқармасынан және әкімшіліктен комиссия келді. Комиссия екі тараптан тыңдады, талаптарымызды, өтініштеріміздің бәрін қарады. Ешқандай бір-бірімізге қоятын мәселе жоқ. Екі жақтарына келістік. Ешқандай дау-дамай, ушықтырып, оның қажет жоқ. Жалпы рахмет. Кешегі Наргенжені бүкіл халықты шулатқан үшін заң алдында сізде жауап беруіңіз керек. Бұл жерде үлкен шикілік бар, байқасаңыз. Ана кісі, біз сөзін айтпаймын, ана бастық. Наргенже жұмысқа келмейді. Бұл үлкен қоғамдық жұмыста жасайсыз. Қоғамдық жұмысқа сіз жұмыста қалмауыңыз керек. Наргенже ханым, ол жігіт солай айтады, тойда жүреді Наргенже үнемі деп. Үнемі сіз командировка тойда жүрсіз әр қалада. Сіз сонда қалай анандай жұмыста жасайсыз? Значит, сіз мына еркекті айтқаныңмен жүргізем деп ойлағансыз ғой. Бұл еркек сізге көне қойды, бүкіл нені шулатқансыз. В общем, екеуіңізде де шикілік бар. Біздің Қазақстанның заңы дұрыс болса, мына екеуін жауап қатар, екеуін де жұмыстан қуу керек. Ондай жерде әнші жұмыс істейтін болсаң, сен көшеге шығып ән айту қақың жоқ. Ресторан жағалап ән айтқанда жақсысың ғой. Сонда сен жұмыс уақытында қалай барасың ол жерге? Жұмыс деген тек қана суббота воскресенье демалатын жұмыс қой, жексенбі, сенбі күні. Саған не ойыншық па не жұмыс? Бұл соны требовать еткен шығар. Мүмкін екеуі араларында не болғанда біздің шаруамыз жоқ. Құрметті қазақ елі, әнші сымақтар сіздерге қатаң түрде ескерту. Халықтың артына тығылуды доғарыңыздар. Халықтың басына іс түскенде неге солай еңіреп шықпайсыңдар? Енді келіп халықтың атынан сөйледің, жыладың, халық қолдады. Ана бет табақта еркектің сөзін сөйлеп татуластық деген не сөз? Сонда қалай келістіңіздер екеуіңіз? Алдында келіспедім деп шықты, бірдеңе сұрады дедің. Не сұрады? Енді сонымен келісі ме? Заң бар бізде. Мынандай әншілерді және жаңағы татуластық деген басшыны жұмыстан қуу керек бұларды. Бұндай екіжүзділік не керек? Халықтың артына тығып шаруаларын шешілген кезде кешірім сұраған болып. Керек емес, кешірімді үйлеріңде отырып сұрау керек еді. Елдің алдына шықтыңыз ба? Заңның алдына жауап беру керек. Бүкіл қазақ қыздарының арулардың намысына тиді деп сөйледім, Наргенже ханым. Жетер, халықтың артына тығылып, өздерінің шаруаларын шешіп, ешектерің судан өтіп кеткен сияқты болуды доғарыңыздар. Түсінікті ма сіздерге? Заң бәрімізге ортақ, екеуіңіз де заң алдында жауап беріңіздер. Бүкіл халықтың атынан, қазақтың ару қыздарының атынан деп сөйледі ғой. Енді қалған қазақтың ару қызын сонда кімге тастап кетіп барасың сен? Кешірім беретіндей. До конца бару керексің, до конца. Бұндай есі шын болса, өтірік айтқансың, или онда өтірік айтсаң жауап бересің үшін. Шын айтқан болса, мына жігіт заң алдында бүкіл қазақтың арулары үшін жауап беру керек. Жұмыстан кеткен ештеме төрбенің. Шамшы Қалдаяқов атындағы филармонияның бастығы
негіз тірлігі дұрыс болмаған Наргенже әпкемізге алдым отыр, мен сені ескеймін анау. Ей, Ау? татуласты ғой олар. Қойш? Иә. Қашан? Жаңа татуласып кетті аяғасы. Азында не? Болып қалды енді. Сөйт алдыма отыр, алда үлкен концерттер бар, жоспарлар бар, ұйымдастырайық, мынау облыстың мәдениетін көтерейік деген сондай ақылдасулар болған екен. Өте тамаша, қолдаймын. Мені басшы деген осындай болу керек. Қалайсыңдар? В общем, Наташем қасыма келіп алған. Мен ауырып тұрмын, короче. Мен, короче, әлсіреп тұмау тиіп қалды. Соған даусым да болғандай біртүрлі болып тұр. Хотя кеше укол салдырдым, дәрі іштім, бірақ самолетте бір пиво ішіп қойған бар енді. Содан кейін одан сайын әбір іштім, короче. Мынау боянып, сыланып, мазғанды итеріп жатыр. Бір сағат ұйықтап алайын десем ұйқы бермей жатыр. Көтіне укол салады дейді, жоқ қолына бересің. Жоқ, айтады да, мен укол сала аламын, укол салып берейін деп жатырмын. Сен ойлап айтады. Жоқ, өтерсің. Просто құйрығымды көргісі кетті ада, короче. Ужас. Құйрығымды теспексі ғой, короче. Ай, ауырып жатыр. Мен тұрдым, кішкене түрді реттеп алдық. Енді кеше кішкене сағатты қадалып қалдым, білесіздер. Отырқсау, ойланып. Андай бейт болып тұр. Ана апайдың өзінің вайбы бар екен кәдімгі. Оппа! Әпшем әкетіп отыр. Чәніне жақсы өліп қояды екен өз. Тіппеле отыр. Инстаграм тұрасың ба? Қоясың, короче. Дұрыс сағынайды. Телеграмға кетіп жатыр ғына. Саған анаға сағынайды. Қыздарға қарап жүрген дейсіз. Қарап жүрген, қарай берсін. Қос аяқтағы ана қыз сияқты сұрақ жатсың ғой. Сізге мындай сұрақ қойып жатыр екен, не дейсіз? Шаршап кеттім, қарай берсін. Да? Өзі сақал, мынаны ана жер жаңа бір сақалды жігітті обсуждать етті ғой. Айтқан жоқсың ба енді? Неде болсын? Жоқ, туалетке кіріп бірдеңе сөйлесті. Қашан? Қандай туалетке туалетке? Қай жерде сөйлесті? Ол бір адам ғой. Қайде? Адамдар көп болсын дейсің ғой. Жақсы адамдар көп болсын. Жақсы адам ғой. Аты жоқ екен, аты жоқ екен. Атым десем, аты жоқ сияқты ғой. Ойбай. Бүйтіп енді менен өтіріктен бір не қылмап бүйтіп. Нанұрсын сөйлестің. Міне бағжан подтвердет. Нанұрсын. Бұл сөйлескеннен кейін бізде сондай движениялар істейміз да. Анталияда кім бар, есі жазыңдар. Тимбилдинг істей жүрмедік, жиналып, костердің жанында өлең айтты деген сияқты. Şu Aygül'de iyice kaldırıp götürürüz. Al. Hay. İyi zaten. Fındık kızsın ya. Salma. Kim var? Aa, may var. Anda bir rak biri de Ye. Sen şu yemişsin beni. O ne sonunda? May mı? Rak biri misin beni? Özün cağı ol. Kaç tane istiyorsun? Emin misin? Koydun mu? Bir tane mi? Buyurun. Rak biri mi? Çoğun git aşağısında özün cağı ol. 2 tane mi kral? Aa, sırvası jönüm. Sırvası jönüm mi? He? Yok bir tane. Тамақ ішуге келдік. Мына жердің бағасы примерно Ритц Карлтонмен почти бірдей екен. Бірақ дәмді сияқты да. Мына кісі енді еті бар нәрсе закажет. Біз андай бір каша болып тұр енді. Сол май слишком көп болып тұр, иә? Гастрит деп тұр ғой, короче. Многообещающий болып тұр. Мен сорпа ішейін деген өтсем, бірақ сорпа бар екен. Амал который. Майя найдесің? Қазір кіріп келеді. Ады, жүрегім бір түрлі кеткен момент. Жүрегі бір түрлі болып береді ғой оның.
ойламадым деп айта алмайды екен қазір. Айгүл сізді бола ма? Жиіпші, айгүл бергейсің бе? Некен деп ойлаймын. Осы моментке өтіп кетті ма тез-тез. И бірінші жұбым енді осы кісі. Бірінші жұбым деген қалай кетті вообще жалпы до конца осы болатын шығар енді бірақ. Жоқ, ақшасы бар, жап-жас жігіт, түр десе түрі бар, в общем. Бәрі бар жігіт менің жігітім да, соны қалған. Бәрі бар. Полная комплектация бар. Айгүл жеш. Сет, что там? Жаным стоит, осы красиво бар. Что там? Сет ұйқы деген шығару керек қой енді. Айтпақшы бар екен ондай. Сет ұйқы. Ұйықта. Сіз ауыратқан едіңіз ғой, Кішкене алып. Что там ауыратқан? Сет ауырватым. Сет ауырватым. Влюбленок. Ничего. Неге настроениең жоқ? Нормально. Ау, Жақсы. түсінбедім. Класстас деп жатырмын мектепте. А? Анталияда класстастар бар ма екен деп сөз деп. Әдемі. Құттықтап қайтатын. Да? Отыра берем ба үйде деп ше. Дубайдағы әңгіме басталды десе, иә? Сондай сияқты. Мысыққа үстіп қорықпай жатады екен қараңыздаршы. Бізде мысықтар қашып жүреді ғой. Енді біз тамақ ішіп болдық сол енді. Осындай атмосфера болып тұр.